Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода Google дискіде папка ашып, оның сілтемесін оқытушыға тексеруге қалай жіберу керектігі туралы айтылады. Ол үшін интернетте приложение Google дискіге кіресіздер. Тіркелуден өткен соң создать папку. Папканың атауы қазақ тілі. Қазақ тілі бір семестрде сіздерде 15 тақырып бар. Сондықтан әр тақырыпқа бір папкадан жасау ұсынылады. Осылайша сіздерде 15 папка болады. 15 бірінші тақырып, екінші, үшінші тақырып. Бірінші аптаның тапсырмасын бірінші тақырыпқа саласыздар. Загрузка файлов. Мысалы, бірінші аптада сіздерде эссе жазу керек, интеллект картасын жасау керек, және видео жүктеу керек. Осы үш тапсырманы жүктегеннен кейін сіздер ссылкасын оқытушыға жібересіздер. Ол үшін получить ссылку. Мұнда доступ ограничен. Оны ашу керек. Доступные пользователи, у которых есть эта ссылка. Және копировать ссылку. Готово. Енді оқытушыға по ссылке ке написать преподавателю деген бөлікте вставить. Отправить. Тексеріп көрейік. Мысалы, бұл студент жіберді өзінің ссылкасын. Оқытушы ашады. Мұнда бірінші тақырып жіберіпті, екінші тақырыпты жіберіпті. Мұнда видео бар, эссе жіберілген және интеллект картасы. Осылайша сіздер де үй жұмыстарыңызды жібере аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.